Сәлем достар, бүгін сіздермен бірге жемістерді безендіру әдісімен бөлісетін боламын. Видеода көрсетіліп отырғандай бізге осындай табақ қажет болады, оны фольга қағазымен орап қоямыз. Енді видеоны соңына дейін тамашалап, менімен бірге болыңыздар. Алдымен жемістеріміздің барлығын тазалап, жуып, суынан сорғытып алдым. Қазіргі кезде жемістерді турап безендіріп, дастарханға қою сәнге айналғанын білесіздер. Өте әдемі көрінеді дастарханның көркі, сәні және әр жерге үлкен ыдысқа бүтіндей қойып қойған. Қазір ешқандай былай айтқан кезде қолжетімді емес. Сол үшін осылай аз ғана жемістерді алып турап қойса, көп жерге, дастарханның көп жеріне жеткізуге болады. Біз ананас қоямыз бір жеріне. Осылай қиғаш кесіп алдым. Енді ішіндегі етті жерінен босатамыз. Ананастың ішін босатып алдық. Ішіндегі шыққан етті жерін осылай төрт бұрыштап кесіп аламыз. Апельсинімізді алдын ала турап дайындап алғанбыз. Осыны ананастың жан жағын жауып орналастырамыз. Кезек-кезегімен қоямыз. Видеода көрсетілгендей барлығын кезек-кезек қойып шығамыз. Жүзімді осылай майлықпен сүртіп аламыз. Артық суын алып тастаймыз. Бір жеріне қарай қойып, келесі кезектегі жемісті осылай тағы да орналастырып шығамыз. Өздеріңізге ұнаған жемістерді қолдансаңыздар болады. Енді кивиді кесіп шығамыз. Осылай пышағымызды тереңінен батырып, осылай кесіп дайындаймыз. Бұны екі бөлікке бөлетін боламыз. Міне жартылай безендіріліп болды. Енді қалған бос орынды тағы да өзіміздің фантазиямызбен әдемелеп безендіріп, барлық жеріне қойып шығамыз жеміс-жидектерді. Жемістерді осылай жарты бөлікке турап алдым. Енді табанымыздың көрініп тұрған жерінің бәрін жеміспен жауып шығамыз. Жүзімнің таяқшасын көрсетпей астына тығып, осылай жүзімді қойып шығамыз бос орындарға. Жемістерімізді бәрін орнына орналастырып шықтық. Қарап тұрсаңыздар, өте әдемі болып шықты. Жемістерді безендіру дастарханымыздың сәнін ашады. Достар, видеом ұнаса лайк басып, каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Сіздермен болған мен Майра. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар.